Сәлеметсіздер ме менің құрметті көрермендерім. Мен бүгін бала-шағама ауызашардың бірінші күні, бұйыртса, екінші күні екен ғой, бір дәмді бір пирог жасап берейін деп жатырмын. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Ол үшін маған 3 жұмыртқа, қаймақ, творог, қант, ұн ғана қажет болды. Қантымызды салып алайық. Бисмиллахиррахманиррахим деп майымызды ертіп қойдық, қосып алайық. Араластырып алайын. Менің гүлім қандай? Айтпақшы, менің көрермендерім, 5 жылда бір тапсыратын квал тестімді өтіп келдім. Алланың қалауымен, 11-ші Алланың қалауымен. Әрине, тест өте қиын болды. Енді бірақта түк білмей отыратын сұрағым болған жоқ. Бір 2 сұрағым ғана сомнительный болды. Сол 2 сұрағымды жасайым деп отырған кезде тест жабылып қалды ғой. Содан шошып кеттім. Сөйтсем уақытын қарап отыру керек ғой, мен оны байқамай қаптым. Сөйтіп, Ардағалбековна тест өтіп алды. Бізде қопсытқышты мына жерге бүйтіп Бисмиллахиррахманиррахим. Тезімен бүйтіп болған совсем. Міне біздің жұмсақ қамырымыз дайын болды. Ауызашарға бір-ақ сағат қалды. Неше күн болды үйде болмай, бала-шағам жаман болып қалды. Баяғыда дүкенайым айтатын ғой, мама, сіз үйде жоқ болсаңыз, папа үйде қанша от жақса да, үйдің іші сұп-суық болып тұрады. Сіз келсеңіз от жақпаса да үйдің іші жып-жылы болып тұрады. Сол секілді. Тоқсоқыма немелі. Немене қамырым дайын болды. Кез келген қаймақты қоса береміз. Оразаларыңыз қабыл болсын. Қасиетті Рамазан айында дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Пожалуйста, уходи. Начинкамыз дайын болды.